Ассаламағалейкум, қазақ елі. Бізде бүгін кезекті Қарекет қорының баспанасын табыстау. Енді ерекше болсын деп сәл экспериментке барып жатырмыз. Аяқтан қалсақ та сауаптан қалмайық деп, Әмірбек бауырымыз екеуміз келіп қалдық. Қызықтың бәрі алда кеттік. Таза су жоқ па, братан? Сәл сүйене тұрайыншы бауырым. Аяғым ауырып кетті. Жұртым су жоқ па, братан? Танып тұрған жоқ мен. Кетші бар деп қояды. Ассаламағалейкум. Братан, суға ақша берші. Кетші, братан, салысып атсың. Суға ақша берші, братан. Жоқ деді қой. Алла разы болсын, бауырым. Мен ішпеймін, бауырым. Мен шекпеймін, бауырым. Алла разы болсын. Бауырым, рахмет көп. Брат, ренжімеш, братан. Мен арақ ішпеймін, мен оған не алмаймын, братан. Осы берген ақшаңызды Алла 1000 еселеп қайтарсын, братан. Брата кесей, мен саған ақша лақтырып кетсем, мына жігіт не істей аласың, жайғастырып? Братан, мен қаяққа жайғастырасың? Жоқ, берем ма ақшасын беріп, бар. Кішкене киім-пиімдерін алып беріп, не істеп, өзің еле марып. Просто нормальный мужик екен, 6 баласы бар. Бізде де 7 балам бар, братан, менде. Менде жүріп қой, үндемей. Отбасы өмірде түгел, ол адамды өзі байланысты ол. Менде үй жоқ, баратын жер жоқ менде. Бір ай бұрын мұндай болған жоқпын мен, братан. Өзі сындырмау керек қой, братан. Өзі сындырмау керек. Нұрака, ренжіме бауырым, жақсы. Мен жүрдім, давай. Аман жүр, 7 балаң бар екен. Бала шаған қызығын көр, братан. Менде 6 бала шаған бар қосы, 7 бала шаған қызығын көріп, осы Қарекеттің үйінде тұр, брат. О, 7 бала шағыңыз бар екен, е. Ассаламағалейкум. Қарекет қорының 1206 баспанасы. 1206 баспананы бүгін осындай шиномонтаждар жасайтын Нұрбол бауырымызға кілтін беріп жатырмыз. Енді ренжіме Нұреке жаңа. Жоқ. Көп кісілер кетті бұл жерге. Бедет маған, бедет. Көп кісілер келеді бұндай деп қояды. Бұндай көп кісілер келеді. 200-300 теңге береміз. Біз де еңбекпен біреудің қол астында жұмыс істейміз. Ал енді сіздерге рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Танымадың ба шынымен? Танымадым, мен өзім жұмысыма берілген адаммын. Біреуге істесем де адал еңбекпен табу керек. Жаңа да айтып жатырмын ғой, қол аяғы аман болғанда жұмыс істеу керек адам деген. 7 балаң несібесі ғой? Аумин. Қазақтың санын көбейтіп жүре беріңіздер. Қарекет қор жасасын. Рахмет. Ал, үйдегілерді барып қойын та енді кеттік жүр. Мына кісі Лексустың баллондарын алды. Иә. Шиномонтаждан. Ана кісі көрдім дейді, мына үйге. Баллондарды қойып бересіңдер, білмеймін. Не балам, братан? Лексустың баллондары. Айтсаң өзің білесің ғой. Ғалымда шиномонтажында өрттен өтті. Қай жерден көрдің? О, маған айт, 7 балам бар деді. Дұрыс па, Нұреке? 7 балам бар деді. Осы жерде квартирада тұрып жатырмын деді. Осы мен айттым, онда Қарекеттің үйін берейік деп келдік осы жерге. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе 1000 есе келер. Жақсылық жасап жарысайықшы. Шош кеттім ғой, рахмет. Көршіден ұят болып қалмасын деп кірсін не түсірме деп қойып. Алла берсін, кішкентай балалардың несібесі ғой. Ол күйеуіңізбен еңбек етіп күні-түні мінекей Аллаға шүкір. Бүгін кішкентай балаларыңыз барлықтарының дұғаларыңыз қабыл болып, осы Қарекет қорымен баспана табыстауға келді. Рахмет. Үй құтты болсын ең бастысы. Қаншама қуанған отбасылар, қаншама көз жас, құрметті бауырлар. Ойлаңыздаршы, бар жоғы 800 000 оқырманмен біз қаншама
балапандарымызға, ағаларымызға, әпкелерімізге қуаныш сыйлап жатырмыз. Ал біз миллион болсақ, 2 миллион болсақ, қуанатын жандар да көп болады. Сол үшін Қарекет қорына тіркеліп, астына құтты болсын, сүйінші деген комментариймен жазып белсенді болыңыздар. Қуаныш бұйыртса жалғасады. Аман болыңыздар.